Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын испанский чизкейктің рецептісін ұсынамын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Алдымен бөлме температурасындағы сүзбелі ірімшікке, яғни творожный сырға қантты қосып, бивенчикпен немесе миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Жұмыртқаны осылай бір-бірлеп қоса отыра араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы 33-35% кілегейді қосып, миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Соңынан кукуруз крахмалын қосып, тағы да араластырамыз. Егерде кукуруз крахмалы болмаса, оның орнын ұнмен алмастыруға болады. Мен чизкейкті осындай 18 диаметрлік формада пісіремін. Астын фольгамен жауып қойдым. Ішіне осылай пергамент қағазын қоямын. Егерде диаметрі бұдан үлкен болатын болса, чизкейктеріңіз өте төмен болып қалуы мүмкін. Сондықтан диаметрі үлкен формада пісіретін болсаңыздар, ингредиенттерді 2 есе көбейтіп алғандарыңыз дұрыс. Чизкейк 220 градуста шамамен 40-45 минутта піседі. Чизкейк толықтай суығанша формада тұрғаны дұрыс. Бұл чизкейк өзінің осылай күйіп піскен түрімен ерекшеленеді. Сіздерге тура осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Себебі өте дәмді болып шығады. Чизкейкті өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен бетіне осылай шоколадты ерітіп құйдым. Егерде видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта ең таңдаулы рецепттермен бөлісетін боламын.